Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге лексика тақырыбын бастаймыз. Лексикология көп тура мағына, ауыспалы мағына, полисемия деген бізде осы туралы өтетін боламыз. Біз өткен сабақта фонетиканы өттік. Фонетика дыбыстарды зерттесе, лексика сөзді зерттейді. Оның негізгі нысаны сөз. Яғни бір сөз бізде бірнеше мағынаны білдіруі мүмкін. Мысалы бас, бір нәрсені бас қимылдау болуы мүмкін, немесе адамның басы. Яғни осының барлығын бізде лексика зерттейді. Біз білеміз, сөздің бірнеше ұғым атаулары бар. Бірінші заттық ұғым атау, бұл зат есімдер. Не, мысалы бас, көз, құлақ, көзілдірік, ауыз деген сияқты не, кім, не деген сұрақтың барлығына жауап беретін болса, бұл бізде заттық ұғым атау болады. Ал сындық ұғым атауы аты айтып тұрғандай сын есімдер, әдемі, ақкөңіл, сыпайы, сұлу, жуан, жіңішке, үлкен, кішкентай, осының барлығы бізде сын есім. Ал сандық ұғымы, яғни цифрлар, біздің барлық қолданып жүрген сан есімдердің барлығы бізде сандық ұғым атауына кіретін болса, қимыл әрекет атауы не істеп отыр? Айтып отыр, тыңдап отыр, жазып отыр, естіп отыр. Осының барлығы бізде қимыл атауы. Әрине, сонымен қатар бізде лексикалық мағынасы жоқ сөздер де бар. Лексикалық мағынасы жоқ. Мысалы, дейін, соң, секілді, үшін, тәрізді. Бұның мағыналары жоқ. Олар мағыналары бар сөздермен үнемі тіркесіп жүретін сөздер. Мысалы, дейін, құр дейін деген сөз алатын болсақ, мағынасы жоқ, оның міндетті түрде мағынасы бар сөздермен айтамыз. Мысалы, жүзге дейін, немесе секілді, ай секілді, күн секілді, аспан секілді, жарық секілді деген сияқты сөздермен оны тіркестіріп аламыз екен. Мысалы, үшін, отан үшін, сабақ үшін, оқу үшін дегеннің барлығын біз лексикалық мағынасы жоқ сөздер болғандықтан мағынасы бар мына сандық ұғым атауындағы бір сөздермен, міндетті түрде мына сөздердің бірімен біз оларды тіркестіріп айтамыз екен. Міне, лексикология осындай сөздердің мағынасын зерттейді. Оның ең зерттеу нысаны сондықтан сөз. Жақсы, келесі полисемия дегеніміз не? Ол көп деген мағынаны білдіреді. Грек тілінен поли көп, сема таңба. Екі немесе одан да көп мағынаға ие болуын сөздің көп мағыналығы, яғни полисемия дейміз. Мысалы, көз деген бір ғана мысалды алайық. Көз, адамның көзі болады, иненің көзі болады, бұлақтың көзі болады, күннің көзі болады. Біз оны қалай ажыратамыз? Көп мағыналы сөздер, олар бір ғана сөз табынан болады, бір негізден жасалып, бір ғана сұраққа жауап береді. Мысалы, мен жерде көз, адамның көзі, иненің көзі, бұлақтың көзі, күннің көзі. Бұл жерде бұның барлығы қандай сұраққа жауап беріп тұр? Несі? Барлығы көп мағына болғанмен, бір ғана сұраққа жауап берсе, бұл бізде көп мағыналы болып саналады. Яғни бұл жерде көз бірыңғай зат есім болып тұр. Немесе келесі мысал, бас, мысалы, аюдың басы, қасқырдың басы, жануардың басы, арыстанның басы, немесе адамның басы, атаның басы, әженің басы, қыздың басы, немесе таудың басы. Мына басын не деп айтады? Таудың басы деп айтады. Бұл жерде де бір сөз табынан бір негізден жасалып, зат есім қызметін атқарып тұр. Демек, полисемия көп мағына болады, бірақ бір сөз табынан бір ғана негізден жасалады. Енді амониммен біз көп мағыналы сөзді қалай ажыратамыз? Міне, ең бізде шатасатын тұсы осы. Шын мәнінде оларды ажырату өте оңай. Мысалы, амонимнің бір ғана сөз білдіргенмен көп мағыналы да бір мағына береді. Мысалы, жаңағыдай бас, бірдеңені басы, ананың басы, мынаның басы. Ал амонимда олар түрлі қызмет атқарады. Көп мағыналықта бір қызмет атқаратын болса, ал амонимда әртүрлі қызмет атқарады. Мысалы, ат. Ат деген не? Мысалы, бір нәрсені ат, етістік, қимыл атауы болып тұр, біріншісінде. Екіншісінде есім. Мысалы, сенің атың кім деп біз сұраймыз, оның аты кім? Ат, есім болып тұр. Және жылқының аты. Біз енді аттарды, жылқының ат деп те айтамыз, Демек, үш мағынасы шығып тұр бұл жерде, қараңыздар. Бұл жерде үш мағынасы шығып тұр. Ал енді, мысалы, 100 деген сөзді алайық тағы да амонимға. 100. 100 бірінші сан есім неше? Мысалы, 100. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын дейді, сан есім. Немесе бет әлпеті, мына беттің ажарын не деп айтады? 100 дейді. Жүзіңді көрсетіп жүр, жүзің жарқын болсын деп айтып жатады. Бет әлпеті немесе 100 етістік, суда жүзу мысалы. Көрдік па? Бұның барлығы амоним. Ал көп мағыналы сөзде қалай болады? Олардың да мағыналары бір-біріне жақын, олар бірақ бір ғана сөз табынан болады, бір ғана сөз. Мысалы, тарақтың тісі, адамның тісі. Несі? Тісі бір ғана сұраққа жауап беріп тұр. Ал мұнда бір ат, етістіктің де, есімнің де, зат есімнің де қызметін атқарып тұр. Мұнда сан есімнің, зат есімнің, етістіктің қызметін атқарып тұр. Міне, амоним мен
көп мағыналы сөздің ең үлкен айырмашылығы осы екен. Келесі, қазақ тіліндегі тура мағына мен ауыспалы мағынада тоқталып кетейік. Тура мағына деген сөздің ең негізгі мағынасы. Ол деген біз оның көзбен көріп, қолмен ұстай алатын. Мысалы, терең көл. Біз терең көлдің барлық бар екенін білеміз, иә? Міне, мысалы, терең көл. Немесе ашық терезе. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай. Біз терезенің ашық екенін көріп тұрмыз. Көзбен көріп, қолмен ұстай аламыз. Немесе өткір қайшы. Біз қайшының өткір екенін көре аламыз, иә? Ал енді ауыспалы мағынада қараңызшы, терең ой. Біздің ойымыз терең де ма? Жалпы ол мағынасы терең, бірақ оны біз көзбен көріп, қолмен ұстай алмаймыз. Ашық мінез, мысалы, ашық терезенің ашық тұрғанын көріп тұрмыз, міне мына суретте. Бірақ біз мінезімізді ашық деп қандай мағынада айтады? Яғни біз оларды көзбен көріп, қолмен ұстай алмаймыз. Бұл қосалқы мағына. Ауыспалы мағына деген қосалқы мағына, тура мағынасы оның ең бастапқы негізгі мағынасы. Өткір қайшы, қайшының өткір екенін айтады, және өткір көз деп айтады. Яғни көзі өткір, қырағы, мықты ойлай алатын адамдарды бізде өткір көз деп айтады. Міне ендеше сіздермен бірге білімімізді сынап көрейік сөздің тура ауыспалы мағыналарына қарай. Ең бірінші сұрақ, сөздің тура мағынасын табыңыз. Яғни біз көзбен көріп, қолмен ұстай алатын мағына, иә? Біріншісі, иманы ұшу. Иманы ұшып кете ме адамның? Кәдімгі астыңғы жоқ. Үрейі ұшу. Шошып кетті деген мағына жоқ. Зәресі ұшу да бір мағына. Әуеге ұшу. Адам әуеге ұшып бара жатуы мүмкін, ұшақтың дұрыс жауабы осы болады. Келесі, сөздің туынды мағынасы қалай аталады? Сөздің туынды мағынасы, яғни туынды дегеніміз ауыспалы мағынасы, иә? Жақсы. Келесі, сөздің негізгі мағынасы қалай аталады? Негізгі мағына дегеніміз тура мағынасы. Келесі, екі сөзі де тура мағыналы болған қатарын табыңыз. Екі сөзде тура мағыналы дегеніміз екеуінің де тура мағынасы бар дейміз. Дүниенің кілті жоқ, өмір басындағы жоқ, есіктің кілті келеді, бұлақтың өзі келмейді, қалың қол. Бізде қалың қол, есіктің кілті де екеуі де қатты ұқсап тұр, мына жерде. Қалың қол бізде есіктің кілті болады. Себебі есікте бар, бізде кілтте бар, екеуінде тура мағынасы бар. Көп мағыналы сөз дегеніміз не? Бірінші жауаптағы сөздің екі я одан көп мағынаға ие болуы. Дұрыс. Мағынасы басқа сөздер жоқ, олар бөлімнің ережесі. Біркелкі дыбысталып айтылған сөздер burada келеді, бір-біріне қарама сөздер жоқ. Яғни сөздің екі немесе одан көп мағынаға ие болуы. Биік сөздің тура мағынасы. Биік тура мағынасы сөйлейміз. Биік ой, адамның ойы биік болуы жоқ. Бұл ауыспалы мағына. Биік тұлға. Бұл да кішкене келіңкіреп тұр. Биік сенім жоқ, бұл да келмейді. Биік тау, бұл нағыз тура мағынасы. Келесі, алу сөзінің ауыспалы мағынасы қайсы? Бұл жерде енді керісінше ауыспалы мағынасын сұрап тұр, иә? Орамалды қуанып қолына алды. Жоқ, тура мағынасы. Жау жағадан алғанда бөрі етектен алды. Бұл да келмейді. Базардан зат алғанда абай бол. Бұл да тура мағынада. Жағымды алып қорғадым. Бұл да келмейді. Мына мағынасы бізде ауыспалы мағына. Не балалар, сіздерге ауыспалы тура мағына, амоним, көп мағыналы сөздер түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса және тағы түсінбей жүрген тақырыптарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет назарларыңызға.